Таңға жақын олардың бастарына азап келеді. Міне Құранда ол туралы айтады. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Қатты бір ащы дауыс оларды қолға алды дейді. Қатты ащы дауыс сондай жандарын алады, олардың орындарында қатып қалады. Одан кейін үстеріне найзағай түседі. Қатты найзағай. Саиқаты дейді Құранда келеді, саиқа. Сол қатты ащы дауыспенен мүмкін Жибрил алейхиссаламның шыңғырып айқайлаған дауысы болар. Сондай ащы дауыс. Кенеттен қатты дауыс естілген кезде адамдардың жүрегі ұшып кетеді ғой бұл өмірде де. Сондай адам жүрегі тоқтап қалуы мүмкін. Сондай жағдай болады бұлардың басында да. Сөйтіп және сілкініс. Таулы жерде өмір сүрген ол кісілер. Қатты сілкініс. 3 нәрсе жіберген ол қауымға. Ащы дауыс, бастарынан найзағай түскен, қайта түскен найзағай, одан кейін сілкіндірген Аллах Тағала қатты. Барлығы сұлап, құлап, тыйпылы болады. Үстеріне найзағай түсу тоқтамайды. Үстеріне найзағай түсіп, денелері жанады, одан кейін өртенеді денелері. Барлығының. Бір қауымды Аллах Тағала жер бетінен жойып жібереді. Алла сақтасын. Сөйтіп бұл қауымды лағнетке ұшырайды. Алланың лағнетіне ұшыраған қауымға айналады. Фатилка буютухум خاوية بما ظلموا. Міне осы олардың үйлері дейді. Зұлымдық қылғандар себепті бос тұр дейді. Инна фи залика лааятан лиқауми я'ламун. Осы нәрседе ойланған білем деген қауым үшін үлкен белгілері бар дейді. Содан Салих алейхиссалам қауымына қайтып келеді. Қауымның өліп жатқан, жанып жатқан денелерін көріп, былай деп айтады. Я қауми, ей қауымым дейді. Қарсы шықса да, шетүрлі лақабаттар қойса да, бәрібір қауымым деп тұрды. Пайғамбарлардың сондай ақлағы. Ей есектер, ей нақұрыстар деп айтқан жоқ та. Ей қауымым деді. Әулағтукум рисалати, Рабби, Раббымның елшілігін сендерге жеткіздім дейді. Өлі денелерге қарап айтады сөйтіп, табалап. Ва насахту, сендерге насихат қылдым. Валакин ла тухиббунан насихин. Бірақ сендер насихат қылатын адамдарды жақсы көрмедіңдер дейді. Сөйтіп сол жерде қауымына сондай сөздер айтады. Сөйтіп ары қарай кетеді. Бұл елге Аллахтың лағнеті болған. Бұл жерге, бұл әлі күнге дейін бар, бұл хижр деген жер. Кіруге болмайды бұл жерлерге. Аллахтың лағнеті болған жерге. Пайғамбар саллаллаху бір жорығында, Табук деген жорыққа кетіп бара жатқан жолда осы жерден өтеді. Сонда сол жерде жаңағы аруана түйенің шыққан жартасын көрсетеді, үйлерін көрсетеді. Және сол түйе ішетін құдықты көрсетеді. Сонда бір сахабалар сол құдықтан су алып, ыдыстарын толтырып, сол құдықпен қамыр илеп,
нан жабайын деп сондай істеп жатқан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, бұл лағнеттелген жердің суын ішпеңдер деп, бәрін төктіріп тастайды, сулардың барлығын, және иленген қамырлардың барлығын түйелерге, малдарға беріп тастаңдар дейді. Және бұл жерге кірмеңдер дейді. Жылап, қорыққан халде ғана кіріңдер дейді, болмаса кірмеңдер дейді. Бірақ өкінішке орай бұл жерге қазіргі басшылары Арабстанның туристік жер жасап тастаған. Олардың да бастарына ертең азап келіп қалуы мүмкін. Бұл лағнетке ұшыраған, сондай Алланың азабына ұшыраған қауым болған, Самуд халқы. Сонымен Салих алейхиссаламның қиссасы бітті. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.